Мен Сидней университетінде тұрмын. Мұнда біз осындай бір нәрсенің жасалуына көмектесуге келістік. Жалпы салмағы 40 фунт, немесе 19 келі. Бұл метрлік грифтегі стермер. Bir қолмен көлденеңнен көтеру мүмкін бе? Тапсырманың соңы. Бұл жай ғана мүмкін емес. Мен жіберемін. Ұстап тұра алатыныңа сенімдісің бе? Солай ойлаймын. Көтеріп және ұстап тұра аласың ба? Қане, көлденең болатындай ұста. Қане, қанекей. Енді біз дискіні минутына бірнеше мың айналымға дейін айналдырамыз. Содан кейін мен оны бір қолмен алып, көлденең ұстап тұруға тырысамын. Бес, 4, 3, 2, 1. Мен сол қолымды жіберемін. Көріп отырғандарыңыздай, гриф жерге параллель күйде шеңбер бойынша қозғалады. Оның ешқандай салмағы жоқ сияқты. Бірақ неге? Теория бойынша дискінің массасы оны төмен түсіру керек. Бірақ ол шеңбер бойымен қозғалуға мәжбүр ететін күш моментін жасайды. Бұл гироскопиялық прецессия. Егер сіз тұжырымдамамен таныс болмасаңыз, сипаттамада бейнеге сілтеме бар. Онда мен оның не екенін егжей-тегжейлі айтамын. Ал енді біз бұдан да керемет нәрсені жасап көреміз. Мен бір қолмен айналып тұрған кезде, махабикті өзімнің басымнан көтеремін. Ал маған сәттілік. Шындығында Дана Роб маған дискіні айналмайынша дәл солай жасай алатынымды тексеруге кеңес берді. Бұл салмақты бір қолмен айналдырмай көтере аламын ба? Тексерейік, кеттік. Өте ыңғайсыз. Абайлаңыз. Мұқият болыңыз. Хоу, әрең дегенде. Мен қандай әлсізбін. Шамасы залға баратын кез келді. Осыған қарамастан мен оны сынап көруді шештім. Бірақ айналу жылдамдығы мүмкіндігінше жоғары болу керек. Бұл менің жетістікке жету мүмкіндігімді арттырады. Керретпен санаймыз. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тамаша. Енді мен сол қолымды босатып, грифті тек оң қолымда ұстап, оны басымнан көтеруге тырысамын. Махабиктің салмағы 40 фунт, немесе 19 келі. Дайынсыздар ма? Кеттік. 3, 2, 1. Тамаша. Тағы да бір. 3, 2, 1. Ғажап. Керемет. 3, 2, 1. Бір таңғаларлығы салмақ сезілмейді. Сіз салмақ тіптен сезілмейді дедіңіз. Тіпті көтергенде де. Қызық. Білемін. Мен оны бір қолмен көтерген кезде, оны жасау өте қиын болды. Бірақ айналу кезінде бейне бір өзі жоғарыға көтерілгендей сезім болды. Мен ешбір қиындықсыз тұрғанымды, және оның өз салмағы үшін тым жеңіл екенін сезіндім. Егер сіз оны төмендетсеңіз, ол төменге құлайды. Не дегенмен салмағы бар ғой. Жоқ, бұл эксперимент жоспарына кірмеген. Дегенмен қолымдағы грифпен таразыға тұруға болады. Және оны басымнан көтергенде, біздің жалпы салмағымызбен не болатынын көре аламыз. Мүмкін мен расымен жеңілірек боламын. Таразы 72 келіні көрсетеді. Махабикті қолға аламын, және таразыда 91 келі. Бәрі дұрыс.
Өйткені оның салмағы 19 келі, 42 фунт. Біз оны айналдырамыз. Мен оны басымнан көтерген кезде, салмақ жоғарылайды, азаяды, немесе бұрынғыдай қалады. Сіз қалай ойлайсыз? Пікірлерге өз нұсқаларыңызды жазыңыздар. Жауаптар мен түсініктемелер келесі бейне жазбада болады. 5, 4, 3, 2, 1. Сонымен, мен дайынмын. Дискті бұрадық. Салмағы 91 келі. Мен оны көтерген кезде не болатынын тексереміз. 3, 2, 1. Қалай? Бір қарағанда көрсеткіш жай ғана ары-бері теңселіп тұрған тәрізді. Ақырын бейнеден қайталауын көрейік. Және графикті экранға шығарайық. Көріп отырғандарыңыздай көтеру кезінде, салмақ тәжірибенің басындағыдай 91 мәнінің жанында ауытқып тұр. Сондықтан көтеру және айналдыру кезінде құрылғы жеңіл болмайды. Орташа деңгейден айтарлықтай ауытқу ең соңында байқалады. Алдымен сермер құлаған кезде, онымен бірге салмақ та төмендейді. Ал мен оны екінші қолмен ұстаған кезде, салмақ көбейетін сияқты. Сұрақ сол қалпы. Егер дөңгелектің массасы өзгермесе, неге ол аз болып көрінеді? Бұл тәжірибені алғаш рет профессор Эрик Лейтвейт жүргізді. Ол оны былайша сипаттайды. Ауыр сермер, қауырсын сияқты жеңіл болады. Және бұл сиқыр емес, ғылыми факт. Шынымен өте оңай көрінеді. Мұқият қараңыз. Бұл айналмалы дөңгелектің назар аударылмаған қасиеті. Профессор Лейтвейт гироскоптың қасиеттерін Ньютонның заңдарымен толық түсіндіруге болмайды деп есептеді. Келіспеймін. Дегенмен дөңгелектің неге жеңіл болып көрінетін түсіну үшін, алдымен ол айналмаған кезде неге ауыр болып көрінетін қарайық. Қолды одан әрі итеруге болмайды ма? Жоқ. Грифті көлденең ұстау үшін дөңгелектің салмағына тең күш салу керек. Бірақ бұл жеткіліксіз. Өйткені әлі де грифтің ауытқуы мүмкін күш моменті бар. Сондықтан салмақтан басқа, сіз онымен де күресуіңіз керек. Бұл үшін бір қол төменге итеру керек, ал екіншісі төменге итерген күшпен дөңгелектің өзінің салмағын өтеу үшін жоғарыға тартуы қажет. Демек, әр қолдағы жүктеме дөңгелектің салмағынан асып түседі. Диск айналғанда пайда болған күш моменті оны прецессиялауға және салмағын ұстап тұруға мәжбүр етеді. Грифті теңестіру үшін күш жұмсаудың енді қажеті жоқ. Тек дөңгелектің салмағы ғана қалады. Бар мәселе осында. Дөңгелекті бастың үстінен көтеру үшін оны сәл алға қарай итеру керек. Лейтвейт мұны білді. Процестің жылдамдығы артқанда гироскоп көтеріледі. Сәл итереміз, және ол көтеріледі. Бірақ салмағы бұрынғыдай. Егер гироскоптың айналуы баяуласа, ол төмендейді. Біз айналуды баяулатамыз, және ол бірден түседі. Түсіре алдыңыз ба? Маған бұрылыңыз. Орнында ұстау өте қиын. Бірақ бұл мамық сияқты жеңіл емес. Бұл өте... мамық үшін өте ауыр. Мен өз тәжірибеммен растай аламын. Бірақ бұл жеңілірек болып көрінеді. Менің ойымша, бұл маған күш моментін өтеудің қажеті жоқтығымен және бар болғаны дөңгелектің салмағын ұстап тұру қажеттігімен байланысты. Енді грифті түзеу керек емес. Оны гравитацияның әсерінен үнемі қолдан шығарады. Сондықтан оны ұстап тұру өте ыңғайсыз. Бір қолмен ұстағанда бір жағынан күш жоғары, ал екінші жағынан төмен түседі. Сонымен, егер оларды азайтса, екі жерде де дөңгелек жеңілірек болып көрінеді. Көрінеді, бірақ болмайды. Дәл сіз сезінген нәрсе ғана өзгереді.